Жайық жылу қуат акционерлік қоғамында мәжіліс депутаттары Снежанна Имашева, Кенес Әбсәтіровпен өткен кездесуде елбасы жолдауының басты бағыттарын айтумен бірге коммуналдық кәсіпорын мәселелері де көтерілді. Әсіресе газ бағасының жоғары болуы кәсіпорынның бас ауруына айналып келеді. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы коммерциялық директоры, Қазақстан халқы Батыс Қазақстан облысы ассамблеясының мүшесі Вячеслав Солодиловтың айтуынша, өңірде Қаршығанақ кеніші орналасса да 1000 текше метр газ үшін 16580 теңге белгіленген. Бұл көршілес Атырау, Ақтөбе облыстарына қарағанда жоғары. 2012 жылдан 2016 жылға дейін Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы газ бағасын 56%-ға көтерген. Биыл тағы 25%-ға көтеру көзделуде. Кәсіпорынға ауыр тиетіні өз алдына, бұл тұрғындар үшін де коммуналдық қызмет ақысын көтеруге әкеледі. Мемлекет басшысы өз жолдауында халықтың әл-ауқатын арттыруды басты міндет етіп қойғаны белгілі. Сондықтан үкіметтік деңгейде арнайы комиссия құрып, барлық өңірлер бойынша жағдайды зерттеу керек. Соның негізінде елімізде газға бірыңғай баға белгілеуге болар еді. Сонымен қатар өңірде газ өңдеу зауытын салу мәселесі де көптен көтеріліп келеді. Бұл мәселе шешілсе, газ бағасының көтерілмеуіне әсерін тигізер еді. Жайық жаңалықтары. Зеленов ауданының әкімі Кәрім Жақыпов ел алдында есеп берді. Ауданның хал ахуалын баяндай отырып, ел ішінде жүзеге асқан істерді айтып берді. Аудан орталығы Переметный ауылы ауданымыздың айнасы. Алайда ауыл ішілік жолдары жөндеуді талап етеді. Жолдардың сметалық жобалық құжаттары дайын болғанымен, оны іске асыруға қомақты қаржы қажет. Бүгінгі мүмкіндікті пайдаланып, сізден осы мәселенің оң шешімін табуға қолдау көрсетуіңізді сұраймын, деді аудан әкімінің баяндамасынан кейін сөз алған еңбек ардагері, аудандық ардагерлер ұйымының мүшесі Темірғали Жанболатов. Аудан әкімінің есебіне құлақ түрген Алтай Сейдірұлы, жетістіктермен бірге кейбір кемшіліктеріміз бар. Оны да айта кету керек. Орта және шағын бизнесте 2639 субъектісі тіркелсе, оның белсендісі 82,6% ғана. Демек 18% жұмыстанып жатқан жоқ. Неліктен? Мүмкін оларға көмек керек шығар. Әлде олар жабылып қалып, бұл құр сандар шығар. Бұған баса назар аудару қажет. Сол секілді қылмыс 24%-ға артқан. Бұл жергілікті полицияға сын, жұмыстаныңдар, деп аудан басшысына айтылған мәселелердің анық-қанығына көз жеткізіп, шешімін табуын тапсырды. Жайық жаңалықтары. 2016 жылы Қарашығанақ Petroleum Operating BV 139,7 миллион баррель мұнай баламасында тұрақты және тұрақты емес сұйық көмірсутегі тазартылмаған газ және отын газын өндірген. Пластты қысымды қолдау үшін газды кері айдау көлемі 8,4 миллиард текше метрді құрады. Бұл шамамен өндірілген газдың жалпы көлемінің 46%-на сәйкес келеді. КПО бас директоры Ренато Мароли атап өткендей, Қазақстан Республикасында ірі инвестициялық жобалардың бірі болып табылатын Қарашығанақ жобасының Батыс Қазақстан және тұтастай барша ел экономикасы үшін үлкен мәні бар. Бүгінде Қарашығанақты игеруге КПО бойынша әріптестер 22 миллиард ақш долларын инвестициялады. Қарашығанақ Қазақстандағы кен орындарын пайдалану тұрғысынан ірі және күрделілердің бірі болып табылады. Қазіргі уақытта Қарашығанақ кен орнында 119 өндіретін 17 айдау ұңғымалары пайдалануда. Жалпы қорда 412 ұңғыма бар. Жөндеу компанияға өндірістің жылдық деңгейін едәуір арттыруға мүмкіндік берді. Дайындық және негізгі жұмыстарға барлығы 3300-ге жуық жұмысшы жұмылдырылды. 2016 жылы КПО-да газды қолдану деңгейі 99,84%-ды құрады. Бұл әлемдік сынып көрсеткіші болып табылады. Жайық жаңалықтары. Өрттен 80 жастағы зейнеткер көз жұмды. 9 ақпан күні түнгі сағат 12-ден 10 кеткенде Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және апаттық құтқару жұмыстары қызметінің орталық байланыс нүктесіне Орал қаласы 8 Наурыз көшесі 31 үй мекенжайындағы пәтер өртеніп жатқаны жөнінде хабар түскен. Өрт сөндірушілер оқиға болған жерге 4 минуттан кейін жеткен. Оқиға орнынан полиция қызметкерлері денесін түгел жалын шалған 1936 жылғы үй иесін алып шықты. 30 шаршы метр аумақты қамтыған өрт сағат 1:42-де толықтай сөндірілді. Өрт сөндіруге 2 техника, 12 адам жұмылдырылды. Қазіргі кезде өрттің шығу себептері анықталуда. Қария қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілгенімен көз жұмған.